Қош келдік, қадірменді көрермендер, достар, ой бөлісер тыңдармандар. Соңғы AI саласындағы жаңалықтардан көбінде маманды адамдардың қолындағы құралдары жақсы бола бастады. Бұл жерде айта кететін нәрсе Cloudy'дің кодтардың ішіне енгізілген агенттері және де барлығымыз хайп болып жүрген Қытай LLM-дері жақсы дамып жатыр. Қарқынды өтті тез десе де болады. Өйткені жалпы мына жасанды интеллектінің ішінде ақпаратпен қамтамасыз еттіру және үлкен машиналық оқытуларды ең басты мәселе болып табылады. Сол себепті қазіргі цифрландырылған барлық ақпарат жеткіліксіз. Сондықтан генеративті түрде жаңадан ақпараттарды өндіреді. Осы өндірілген ақпараттардың негізінде ол оқып үйренеді. Осы мәселені шешуге жаңағы үлкен дата центрлердің салып, жаңағы Stargate деп атап, әртүрлі оқыту, тәрбиелеу, үйрету мақсатында LLM-дердің дамып жатқан себебі ол түбінде өзіне өзі ақпарат өңдеп, өз ойын өзі жеткізіп, сонымен үйреніп, жаңа идея пайда болдыратын жасанды генеративті интеллектіні пайда болдыру мақсатында істеніп жатқан дүние. Бұл жай ғана бар ақпаратты өңдеп, сұраған сұраққа жауап беру, барлық ақпараттарды енгізіп жібергенде нәтижесін шығару ғана емес, бұл 24/7 сағат үнемі өз ойланып, өз ойын қорытындылап, тұжырымдап отыратын жасанды генеративті интеллект болу керек. Барлығын талпынып жатқанда сол. Бұл қазіргі қарапайым халықтың атсалысып, әрбір сұраныс, тапсырыс беру, сұрақ қою сияқты нәрсесі арқылы ол нақты адами тұрғыдан сұранысты пайда болдырып, жасанды интеллектіні соған сай тәрбиелендіріп жатыр. Ол үшін сіз ақша төлейсіз, сіздің ақшаңызбен ол жасанды интеллектіні қолдап үнемі процесін, үрдісін ұстап тұрудағы жасалынған бүкіл дата центрлердегі серверлер, GPU, видеокарталардың барлығы сол негізде жұмыс істейді. Сол үшін сіз ақша төлейсіз, сол үшін сұраныстар жібересіз, сол үшін әртүрлі өзіңіздің ойыңызбен, құжаттармен бөлісесіз. Осының барлығы соның негізінде тәрбиеленіп, үйреніп жатыр. Бұл түбінде осының барлығын үйренгеннен кейін барып, шоғырланған бір адамның миы сияқты генеративті тұрғыда өзі өңдеп, өзі ойлап, өзі тұжырымдап, өзі нақты жауабын бере алатын жүйе шығу керек. Сол мақсатта адамзат баласы қазір қызмет етіп жатыр. Осыны түпкілікті көбі сөздің тегіне салмайды, сыртта қалдырып қояды. Өйткені әрбір істің түпкілікті түйінінде жасырын бір дүние жатады, мақсаты болады. Сол мақсат адамзат баласының ақыл санасын пайдалану, қаражатын пайдалану арқылы жаңа технологияны дамытып, түпкілікті бір тұжырымдалған жасанды генеративті интеллектіні пайда болдыру. Осыны ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.